Жалпы Мейірман аға, бұл сот процесі аяқталды, енді заңдық күшіне қашан енеді? Олардың қазір апелляциялық шағым беруге құқығы бар. Егер ана 15 күн ішінде егер апелляциялық шағым бермесе, ол күшіне енеді. Бірақ олардың бәрі апелляциялық шағым береді. Апелляциялық саты олардың апелляциялық шағым қарағаннан кейін дәл сол күні күшіне енеді. Сіздер қатысасыздар ма қайтадан сот процесіне? Апелляциялық шағым берсе, біз енді жәбірленуші тарап уәжімізді келтіреміз ғой. Қатысамыз. Ал мынау Нұрғанаттың оқиғасы қалай болмақшы? Нұрғанаттың ісі бойынша ол іс бірінші кезеңде тоқтатылған. Кейінірек мен тергеушілермен хабарласқан кезде Ішкі істер министрлігінің өзінің бастамасы бойынша бұл іс қайта жандандырылған. Сонымен қатар мен Абзал Құспан депутатпен де сөйлескем. Оның айтуы бойынша Ресей Федерациясының спутниктен түсірілімдер алуға сауал жіберілген. Оны енді келді ма, келмеді ма, оны жағын білмейді екенмін. Ал үйдің өртенуіне қатысты? Үйдің өртенуіне бірінші соған жіберілген. Одан кейін мен Абзал Құспанға өзім өтініш жасадым. Нұрғанатқа да сондай сауал жіберіңіз деп. Ол жібердім дегендей қалды. Әлі табылмады ма кімнің өртегені туралы? Жоқ. Біз енді Шерзаттың ісінде басты назарымыз, басты уақытымыз соған бөлінгендіктен бұл іс кейінге біз шегеріп қойғанбыз. Енді көре жатармыз. Ал екі әйелге қатысты? Екі әйелге қатысты сот біздің берген уәждерімізге сәйкес жеке қаулы шығарды. Яғни прокуратура бұл істі менің ойымша іс қозғайды. Содан кейін олардың әрекеттеріне белгілі бір баға беріп сотқа жібереді деген ойдамыз. Бұл іске сіз қатысасыз ба? Оны көре жатармыз. Енді ол біздің жәбірленушіге қатысты бір әрекет болатын болса, қатысамыз. Қатысыңыз болады, қандай да бір. Жалпы енді мынау соттың ашық өтуі туралы қайтадан айтып өтсеңіз, бұл тәрбиенің басты құралына айналуы мүмкін бе жақын арада? Мүмкін. Мен айтып тұрмын, мен көшеде жүрген кезде азаматтар тоқтап рахмет айтып жатады. Көбісі жай адами тұрғыда айтады, көбісі балалар үшін рахмет айтады. Мен балаларымды отырғызып қойдым, балалар көр деп, өмір, шынайы өмір қандай екенін. Енді балалардың бәрі неде жүрді ғой, бір аспанда қалықтап, ой елегінде жүреді. Менде ондай болмайды деген жағдай. Ол мүмкін емес. Киноны олар кино ретінде қабылдайды. Ал бұл шынайы өмір, шынайы оқиға. Кез келгені сол балалардың сондай оқиға тап болып қалуы мүмкін деген ой өздерінің миыларына, санасына қалыптасты деп ойлаймын. Сондықтан ондай қылмыс оқиға болатын жерлерде өздерінің қандай әрекет жасау керектігін бұл ашық сот бір бағыт берген сияқты. Әлі Қаржаубай мырзамен байланыста боласыз ғой? Алла қаласа байланыстамыз. Араласып жақындасып кеткен шығарсыздар еді. Бауырымдай болып кетті. Енді кеше айтып жатырсыз ғой, оның мені қатты қысып құшақтағанның өзі не білдіреді? Қаржаубай шыны керек көп сөйлемейтін адам. Ешкімге ашылмайтын адам. Мен сол құшақтаудың өзінен оның маған деген ризашылығын сездім. Бауырмашылдықты сездіңіз тағы да. Ол сөз айтпайтын адам ғой. Түрінен қарап тұрып, риза ма, риза емес па, аламаймыз. Өйткені айттым ғой, әбден тұңғиыққа батып кеткен, енді өзі қаншама қысымға да ұшырады ғой. Бірақ сол құшақтағанмен ақ маған деген өзінің ризашылығын білдірді деп ойлаймын. Алдағы жоспарларын айтты ма ол кісі сізге? Не істегісі келеді? Айтты. Жоспарлар көп. Оның мен тағы да көрермендерге айтарым. Мен Қаржаубайдың сыйлаған жері тұсы, ол адал азамат. Маған бастапқыда келгенде менің Шерзатымды қараламаса болды аға. Бұл қылмыскерлер отыра ма, отырмай ма, мен оған күмәнім бар. Бірақ менің баламды бұл қылмыскерлер қараламасынша, менің аманатым сол деп келген. Содан кейін мынау ақша жағына келген кезде де кеше байқап қалдым, бір видеода Қаржаубай ақша жинады, сбор ашты деген, оның бәрі шындыққа жанаспайды. Қаржаубай бір тиын сұраған емес олардан. Маған бір тиын керегі жоқ, қылмыскерлердің қылмыспен тапқан ақшасы деп басында бағана біз азаматтық талап қойған кезде бас тартты ол. Содан кейін мен оны шартты жазаға ерте шығып кетпес үшін жасап жатқан амал екенін түсіндіргеннен ғана ол соған барды. Оның өзінде де егер ол ақша түсетін болса, міне мен айттым ғой, азамат ретінде сыйлайтындығым. Мен оны балалар үйіне басқаға бір жерге аударам деді.
өзі қандай қиын жағдайда Өзінің жүрсе, айтқаны ғой бұл. өзінің айтқаны. Өзі қандай қиын жағдайда жүрсе, мысалы үйде өртеніп кетті. Оның қазір халық маған да жазып жатыр, комментарийға, Жан Ахмадиевке жазып жатыр, сбор ашыңдар, біз көмектесеміз деп. Соның өзінде ол бас тартып отыр. Халық мені дұрыс түсінсін. Мен ақша көздеген адам емес, мен әділдікті іздеген адаммын деп. Міне сондай азаматтығын мен сыйлап, осы отбасына әлі күнге дейін байланыстамын. Рахмет аға сізге. Рахмет. Алла разы болсын.